Сәлем достар, қал жағдайларың жақсы ма? Бүгін сіздермен бизнесті енді бастағысы келіп отырғандар және Каспий KZ'ге кірсем қандай мүмкіндіктер ашылады дейтіндерге бүгін 8 түрлі мүмкіндікті айтып өтетін боламын. Например, өзім бизнесті бастаған кездері 2018-дің соңғы уақыттарында енді бизнесті бастаған уақытта сәл қиындау болатын еді. Себебі бұндай маркетплейстерге кіру қиын еді ол кезде. Үлкен компания, барлық тауарлардың сертификаты, как положено болу керек еді уақыттар. Қазіргі уақытта, например, енді бизнесті бастағысы келетін адамдар да Каспий KZ'ге тіркеле алады. Қолында наличие тауары болмаса да. Себебі үлкен мүмкіндікті істеп беріп қойды. Сонда егер сіз танысыңыз бола ма, или таныс табасыз ба, тауары бар адамдарды фирмалардан табасыз ба, сондай адамдар табып, өндірістің адамдарын тауып, өзіңіздің аккаунтыңыздан тауар қосуға үлкен мүмкіндік береді. Енді ең үлкен мүмкіндігі, например, енді бизнесті бастаймын деп тұрсыз, через Каспий Gold IP ашып тіркелесіз, IP жоқ болатын болса. Ол да бір үлкен мүмкіндік. Себебі мен өзім IP ашқан уақытты Ego KZ'ге кіріп, мыняқа кіріп, бір-екі түрлі сайтқа кіріп, регистрациядан өткен. Одан кейін де түсінбей жүрген. Не істейін түсіндіріп беретін адам жоқ. Ол кездері әлі неде жоқ еді, информацияларда жоқ ондай. Қазақша информациялар. Қазір мүмкіндігі Каспий Gold арқалы өзі бітіріп береді. Егер Каспий магазинға тіркелемін десең, регистрациядан өтесің, бизнесіңді тіркейсің. Ары қарай жұмысыңды бастай бересің. Кіргеннен соң ең бірінші үлкен мүмкіндік, тауарың мысалға таптың, тауарды таптың, тапқан тауарыңды уже Каспий KZ'ге қоса беруіңе болады. Сенен ешкім сұрамайды, со тауар үйіңде тұрып па, қай жерде тұрыпты деп ешкім тергеуге алмайды. Сенің наличке тауарың болмаса да, досыңның тауарына қосасың. Жақсы тауар болатын болса. Ол да үлкен мүмкіншілік. Енді мынандай жарнамаға үлкен қаражат кетеді. Енді бастайтын адамға бұл әрине ауыр болады. Мысалға жарнамаға 10-15 мың, 20 мың шығару керек. Мысалға тауарың бар болғанмен оны көрсетпесең кім алады? Тауарың бар, көрмесе кім алады? Дұрыс па? Көрсету үшін ақша керек. О жерде уже дайын аудиторияға кіріп барасың. Ол да бір үлкен мүмкіншілік. Кейін доставка мәселесі. Доставка мәселесіне өзі шешіп қойды. Доставканы үйіне дейін апарып береді, сен заказ берген адамдарға өзі жеткізіп береді. Достар, ол вообще үлкен мүмкіндік. Кейін предзаказ деген функциясы бар. 15 күнге дейін қазіргі уақытта, например, мебель цехтарымен сөйлескен болсаң, мысалға сол сияқты бір нәрсе өндіретін компаниялармен сөйлескен болсаң, егер ол клиент 15 күн күтетін болса, предзаказ беріп қоя береді. Алдын ала ақшасына Каспийға төлеп қоя береді. Заказ дайын болған уақытта, может ондан кейін 15 күннен бұрын дайын бола ма, сен апарып бере бересің клиентіңе. Жаңағы өзіңнің ұнатқан дизайныңдарын қойып қоясың, барып цехқа барып істеткізесің, кейін өткізесің неге? Клиентке. Клиенттер көбінесе енді бастаған адамдар, мысалға, мынадан қиналады да, мен өзімнен де басымнан өткен жағдай. Мысалға, клиентпен сөйлесуден түсіндіріп бере алмаймын деп ыңғайсызданады, сөйлесуден нетеді сәл ұялшақтайды басында бизнесті бастаған кездері. Енді үлкен мүмкіншілік қазір звондамайды. 95-90% жағдайларда, достар, звондамай сатып алады. Каспий KZ сондай, Каспий KZ'ді бір кнопкамен алады. Сенімді компанияның ортасында тұрасың да, сенімді компанияның. Бұл да үлкен мүмкіншілік. Мысалға, сенен жеке сататын болсаң, гарантия бар ма, анау бар ма, мынау бар ма деп, сенен гарантия талап етуі мүмкін. Каспий KZ ортада тұрған уақытты сенен гарантия сұрамауы да мүмкін. Себебі біледі ғой, тауар егер өзінің характеристикаларына сай келмесе, бракованный болса, бір кнопкамен қайтарып жібереді. Сенімді компания тұрыпты екі адамның, клиентпен де сатушының ортасында. Содан кейін қорықпай сатып ала береді. Бұл үлкен мүмкіншілік. Сондай мүмкіншіліктерді қолдан жіберіп алмай,
Бизнес, мысалға бизнес енді қазір Каспий KZ-тің ішінде мысалға нелер аз да әлі категорияларда, сондай категориялар, бос жатқан категориялар бар. Соларға кіріп ап тұрып, бизнестің басында етін жеу керек, етіні. Сүйегіне қап қоймау керек, қаймағын алып қалу керек. Кейін уже конкурент көбейе бастағаннан кейін уже пайда да аз қалады. Басында кіріп, складты семіртіріп қалу керек, достар. Соның үшін ертерек шешім қабылдап, мен курс дайындап қойдым, достар. Егер курс жайлы білгілерін келсе, астында сілтеме қалдырып кетем, сол сілтемеге өтіп, толық курс жайлы информация білулеріңізге болады. Болмаса WhatsApp нөмірді де қалдырып кетем. WhatsApp нөмірге хабарласасыздар. Курс сататын менеджерге, достар. Ертерек кіріп тіркеліп алыңыздар. Себебі кейін қаймағы желініп болғаннан кейін сүйегіне қалып қойып, ондай болған кезде бизнесті өсіру қиын болып қалады, достар. Жақсы, осы видеоны осымен тамамдаймын, достар. Сау сәлеметте болыңыздар.